верхушку к себе, да? Ал мінекей достар, қараңыздаршы, үйіміздің ішіне кірдік, үйіміздің ішіне кіретін болсақ. Тамаша атмосфера, мынау көріп тұрғандағы керемет шкафымыз, оң беткейімізде прихошкамыз, кіреберісті өзі осындай керемет дизайнға бөліп қойған сәнді етіп. Мына жеріміз трюмо, қараңыз, ключница кілттеріңізді қойып кіреберістер, енді осындай тамаша дизайндегі үйіміз. Кеттік достар, ас бөлмеден бастайық. Ең қызық жағынан бастайықшы. Қараңыздар, не деген ас бөлме. Айналдыра встроенный шкафтарымыз, мінекей толық видео наблюдениеміз дайын тұр, потолоктарымыз өте биік. Мұнда террасаға шығып кететін есігімізде мінекей тұр достар. Қазір сіздерге керемет зонаны көрсетеміз, келіңіздер. Тамаша. Мынау енді рабочая зона. Рабочий ас бөлмеміз, жұмыс жасайтын. Мінекей мұнда прачка, мынау ас бөлмеміз рабочий, және мынау қараңыздар. Не деген фильтрациясымен өте үлкен бассейніміз. Қысы жазы қолдануға болатын осындай не деген глубокий, үлкен тамаша бассейн. Мұнда душевойымыз, парилкамыз, барлық жағдай жасалынған осындай жоғары деңгейдегі керемет үйіміз достар сатылымда. Ал бұл жерде енді мынау холымызға келетін болсақ, мінекей қасқырымыз күтіп тұр бізді. Қараңыздар, не деген қасқыр. Мінекей натуральный волк. Мынандай тамаша стильдегі холымыз достар. ТВ-зонамыз көріп тұрсыздар, өте керемет дизайндегі үйіміз десек жарасады. Мінекей мұнда залымыз настоящий, құда күтетін, кең, просторный, айналасында билеп тұрып, құдаларыңызды күте бересіздер. Қараңыздар, не деген кең зал. Мінекей кеттік достар, ары қарай бірінші этажда тағы қазақша бөлмеміз бар, оны да көрсете кетеміз. Бұл кісілер жатын бөлме қылып қолданып жатыр. Жатын бөлме жасайсыздар ма, қазақша жасайсыздар ма? Енді өздеріңіз білесіздер. Қараңыздар, не деген әдемі өрнектер. Біздің қазақша тематикада осындай керемет үй барша қазағыма, барша көрерменіме жұғысты болсын достар. Ал енді дайынсыздар ма достар? Кеттік. Және де достар, мінекей қараңыздар, бірінші этажда гостевой сан торабымыз бар. Қараңыздар, не деген уютный, өзі бөліп қойған осындай қол жуып, және әжетханамыз. Ал мінекей енді екінші этаждың обзорын достар көріп шығайық. Жүріңіздер. Ал мінекей қараңыздаршы достар, екінші этажға көтерілсек, екінші этажымызда өте осындай уютный, керемет люстрамыз қараңыздар. Қандай әдемі люстра. Және бұл жерде 1, 2, 3, 4 жатын бөлме. Қазір бәрін шетінен көрсетеміз. Мынау енді настоящий мастер спальня. Қараңыздар. Кең, просторный, мұнан бәрі терезелер. Мұнда террасамыз бар. Мінекей қазір оператор көрсетеді. Не деген балкон. Шикардос. Ал мінекей өзін жеке сан торап, бұл жерде душевой. Мінекей қараңыздар, өте уютный, және целая комната. Гардеробная. Мінекей жүріңіздер. Әрі қарай өтеміз. Әр бөлме өте уютный. Мына бөлмені қараңыздаршы. Ұлдардың бөлмесі өте уютный. 2 жатын орын, 2 шифонер, рабочая зона. Сондай тамаша. Мынау енді осы үйдің принцессасының бөлмесі, ханшайымның. Осындай керемет мынандай лепестки у нас здесь красивые. Мінекей бұл жерде де мінекей двордың бәрін көріп тұрасыздар. Мұнда тоже балконға шығып кететін достар есігіміз бар. Барлық бөлмеден балконға достық бар. Ал мынау енді кішігірім бөлме, бірақ
сонда да бәрі сыйып тұр. Мынау кроватымыз сыйып тұр, қараңыздар. Мына жерге спокойно рабочий зона сыйып кетеді. Өте осындай. Бұл 4-ші жатын бөлмеміз. Ал мынау енді 3 жатын бөлмеге арналған санторап. Бұл жерде ванна қойылған, достар, мән береміз. Өте ухоженный, керемет етіп жасалынған. Ал осымен сіздерге толық обзорын жасадық бұл үйдің, достар. Не айтасыздар? Баршаңызға осындай тамаша үйлер жұғысты болсын. Осы жылы үйлі болыңыздар, достар. Егер сіздерге осы мәлімет қызық болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз, достар. Бізбен бірге боламыз. Толық мәлімет астында қалдырамыз.